Bismillahirrahmanirrahim. Құран сөзінде ақиқаттың ақыр заманда Алла тағаланың келетіндігі айтылған. Құрандағы Нұр сүресінде шамшырақтың шығыстан басталатындығы айтылған. Шамшырақтың шығыстан басталуы Алла тағала шығыста қазақ еліне қалаған адам арқылы өз сөздің ақиқатын бекіту, барлық қауымды өз әмірімен надандықтан жарыққа шығару. Исламда жаратылыстың басы әл-мисақтан Құран Алла сөздің ақиқатын бекітуден тұрады. Ислам ғалымдары соның себебінен ақиқатты ақыр заманда келетін Алланың әмірі деген. Құранда Алланың әмірісі жер бетінде ешбір адамның иман келтірмейтіндігі айтылған. Ақыр заманда келген Алланың әміріне иман келтіру дегеніміз Алла сөздің ақиқатынан тұратын хикметі мен үкімін тілмен жеткізіп, ондағы заңдылықты жерден тілмен бекіту. Яғни Алла сөздің ақиқатын бекіту, Алланың бірлігіне иман келтіру, ондағы шындыққа көз жеткізу. Алланың барлығын дәлелдеу, Әл-Фарабидің Құдай танулық ғылымын ашу. Ондағы ата заңынан тұратын өз патшалығын бекіту, өз әміріне бойсыну. Абай өз сөзінде Алланың өзі ақиқат жолы, ғылым Алланың бір сипаты, ол ақиқат деген. Абай сіз әмәнту биллахи кәмә құва бисмайхи ва сифатихи дедіңіз деген. Абай өз сөзінде Алла сөздің ақиқатын бекіту, Алланың бірлігіне иман келтіру, Алла тағаланың ұлы есімімен өзінің айтуымен жерден бекітіндігін айтқан. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам жалпы адам баласы Аллаға ықыласты болмай, көктегі жұмақтың қақпасы ашылмайды деген. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам Алла сөздің ақиқаты өзінің шын ықыласымен бекіткен Құран сөзіндегі ықылас сүресінен тұратындығын айтқан. Оған дәлел Абайдың «Инна Аллаху юхибул мақситин» егер сіз Алланы сүйсеңіз, ол да сені сүйеді деген пайғамбардың ізгі сөзі деген аятқа ешкімнің ықыласы, көңілі мен ғылымы жетіп, құптағанын көргеніміз жоқ деп жазады. Абай өз сөзінде Алла сөзінің ақиқатын өзінің ұлы есімінің атынан өзінің айтуын бекітсең, Алла тағалада өз ризалығымен қабылдап бекітеді деген. Өйткені ислам әлемінде Алланың айтуымен Алла сөздің ақиқаты шындыққа айналады. Қазақта Алла тағаланың 100-ші есімін білген адам Алла сөздің ақиқатынан тұратын барлық хикметі мен үкіміне жауап береді деген сөз сонан қалған. Және Әл-Мисақ уәдесіндегі Алла тағаланың шын ықыласымен бекіткен ата заңын ғылыми тұрғыдан қазақ тілінің танымында бекіту жерден қалаған, елінен қалаған адам арқылы бекітіндігін айтқан. Ендеше қазақ тілінің танымында Ықылас сүресінен тұратын Алланың атына лайық Әл-Мисақ уәдесіндегі өзі куәлік етіп бекіткен ата заңынан тұратын өз патшалығын жерден өзінің айтуымен бекітіп, Алланың бірлігіне иман келтірейік. Бисмиллахиррахманиррахим. Қайырымды рақымды Алла мен ақиқатты айтам. Жалпы адам баласы маған ықыласты. Алла жалғыз пәк дегенде негіз деп, ол жаратылмаған, ешкім жаратпаған деген қасиетін заң деп, оған тең түсер күш жоқ дегенді күш деп тану. Әл-Мисақ жаратылысында Алла тағала қазақ тілінің танымындағы осы заңдылықты пайғамбарларға ата заң деп мойындатып, уәде алып, оны барлық қауымға ортақ шарт деп бекітіп, өзі куәлік еткен. Ықылас сүресінен ата заңға лайық патшалығын бекіту, о дүние мен бұл дүниенің арасындағы рухани байланыстың жүзеге асуы. Ислам ғалымдары соның себебінен Ықылас сүресін Құранмен келтірген. Ықылас сүресінен қазақ тілінің танымында Алланың бірлік сипатын тану, Абайдың толық адам ілімінен тұратын Әл-Фарабидің Құдай танулық ғылымының ашылуы. Бұл ізгі хабарға әлем ғалымдарының ғылыми тұрғыдан назар аударғандары абзал.